Оқушылардың саламатлығы сапалы білімдендірудің ең ахметлі факторларынан бірі. Соның үшін класс бөлмелеріне қойылатын гигиеналық талаптар қатаң орындалуы керек. Біріншіден, класс ханалары әр күні сабақ басталуынан алдын һәм әрбір тәнепістен кейін кемінде 10-15 минут самалатылуы шарт. Хана ішіндегі температурасы 18-22 градус, ылғалдық 40-60 градус процент болуы ұсыныс етіледі. Екіншіден, жақтылық талаптары. Класс бөлмесінде табиғи жақтылық жетерлі болуы. Жасалма жақтылық болса 500 люкстен төмен болмауы керек. Жақтылық бір тегіс түсуі, көзге зиян келтіретін қараңғы яки жылтырау болмауы керек. Үшіншіден, мебель талаптары. Оқушылардың бойына сай парталар таңдануы ахметлі. Надұрыс сәйкестескен мебель омыртқа бағанасына ұнамсыз тәсір көрсетеді. Парталар арасында мұғалім емін-еркін әрекеттене алатұғын аралық болуы керек. Төртіншіден, тазалық һәм дезинфекция. Класс бөлмелері әр күні ылғал тазаланудан өткерілуі. Парталар, есік тұтқағыштар һәм ұлымалық бетлер тұрақты дезинфекциялануы керек. Аптесіне бір мәрте ұлыма санитариялық тазалық әмеге асырылады. Бесіншіден, гигиеналық қауіпсіздік. Класс бөлмесінде керексіз бұйымдар болмауы, тазалыққа айрықша әтібар қаратылуы, шығындылар өз уақытында шығарып тасталуы, су ішу шариятлары таза һәм қауіпсіз жағдайда болуы талап етіледі. Класс бөлмелеріндегі гигиеналық талаптардың орындалуы балалардың саламат өсуі, сабақтағы белсенділігі һәм ұлыма саламаттылығын тәміндейді.